Сәлеметсіздер ма, құрметті оқушылар? Біз кешегі сенбі күні өткен біздің математика ниш пробный байқау сынағын қазір талдайтын боламыз. Ал бастай берейік, уақыт өткізбей, өткені мектептерде уже БЖБ басталған екен, соған оқушылар үлгерсін. Біздің бірінші сұрағымыз, математика бойынша бірінші сұрағымыз, төменден белгілі бір қадамдар заңдылықпен орналасқан дейді, 5-ші қадамды табыңыз дейді. 5-ші қадамда неше болады? Бірінші қадамда 1 екен, мына жерде 4 екен, одан кейін 3-ші қадамда неше бізде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 екен. Енді қарап тұрайық мыналарға. Қандай заңдылықпен өсіп кел жатыр? 4 арада неше қосылған? 3 қосылған. 4 арада 5 қосылған. 9 енді мына жерде тақсандар сияқты. 7 қосылу керек. 9-ға 7-ні қоссақ 16. Бізге 5-ші қадамды сұрап тұр ғой, мынау 4-ші қадам. Енді 16-ға тағы да тақсан 9-ды қосамыз, сонда 25. Бұл 5-ші қадам. Сонда С варианты болады екен. Екінші өрнектің мәнін табыңыз дейді. Орнына Б-тан қоямыз. 8-ге тең екен. 8 жердегі 3-ім 24, 24-ті 4 алсақ 20. 8-ден 4 алсақ 4, 24-ке бөлсек 5. Енді мына жерде кубтардан құрылған фигураның үш жағына қарағанда көрініс дұрыс берілген нұсқаны табыңыз. Яғни алдынан қараған кезде осындай көрініс көрініп тұру керек. Мысалы, В вариантының алдынан, бұлай тек қана үстінен емес, бұлай алдынан қарайтын болсақ, бұлай, дәл осылай алдынан қарайтын болсақ, дәл мынау сияқты көрініс болып тұр. Мына екеуі бір тұтас болып тұр көрінеді, және бұлай келінеді. Енді оң жағынан қараған кезде де мынау ұзыннан болып көтеріледі, мына үшеу болып. Мына жер екеу ақ болып көрініп тұрады, мына жағынан қарасақ. Енді үстінен қара дейді. Мына фигураны егер үстінен қарайтын болсақ та, мына бізге 1, 2, 3 көрінеді, 1, 2, 3 болып, дәл осы сияқты көрінеді бізде де. Сонда бұл жақта В жауабы болады. Одан кейін 4-ші куб жазбаның периметрі 70 дейді. Бірінші периметр дегеніміз не? Фигураның сыртқы қабырғаларының қосындысы. Соны неше екенін санап алуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Сонда 70-ті 14-ке бөлеміз 5-тен. Сонда бір жеріміз 5 сантиметр екен бір қабырғасы. Енді бізде жинаған кубтың көлемін табыңыз дейді. Егер куб болатын болса, 5-ті кубтай саламыз. 5-тің кубы 125-ке тең. Теңдеуді шешіңіз дейді. 2К-ны теңдіктің бетіне минус қылып өтеміз. К тең. 16 теңдіктің жағына минус болып өтеді. 23-тен 16-ны азайтатын болсақ, 7 ме? Сонда В жауабы. Енді 0,1 мен 0,15 сандарының арасында нұсқалардың қай сан жатыр дейді. Бірінші мынаны жай бөлшекке айналдырып алайықшы. Бұл қандай сан? 10-нан 1, 10-нан 5. 10-нан 1, 10-нан 5. Енді 10-нан 1 мен 10-нан 5-дің арасында қандай сан жатады? Егер мынаны 2-ке көбейтетін болсақ, алымында бөлімінде 10-нан 4 болады. Мынау арасында жатады екен. Мынау неше болады? 10-нан 6 болып кетеді, оны сыртында жатады. Мынау да жатпайды, өткен 1 бүтін болып кетеді. Мынау 10-нан 7 так сыртында жатыр. Мына жер болмайды. Сонда Е варианты болады екен. Келесі масштаб. Масштаб бізде берілген. Ақтөбе мен Алматы қаласының арасы 8,5 см деп көрсетілген. Масштабты қалай шығарамыз? Бірінші масштабтың өзін жазып аламыз. 12 артында 6 нөлі бар екен. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Тең. Карта әрдайым алымына жазылады, бөліміне километр, шын өмірдегі арақашықтық. Енді бізге мына жерде де километрді сантиметрге айналдыру үшін артынан 5 нөлді алып тастауымыз керек. 5 нөлді алып тастайық. Сонда X тең 8,5 көбейту 120.
8,15-ті 120 көбейтсек 1020 километр шығады. 8-ші есеп төмендегі координат түзу бойынша берілген. Мына жерде қандай амалға сәйкес? Бірінші, мына амалды көрейік. Неше дейді? Екеуінің арасы 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 мен 1-дің арасы 6. Сонда мынау жасап тұрған мына әрекет 6-дан 4 дегенді білдіреді. 6-дан 4. Одан кейін тағы да алдыға қарай жазылған ғой, қосу. Өзі 0 мен 1-дің каждый аралық бізде, әрбір аралық 6 бөлікке бөлінген. Енді мына жерді санап көретін болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөліктің өзі 6-ау болып тұр. Сонда 6-тан 6, яғни 1-ге тең 6-тан 6 деген. Бұл жерде енді 6 мен 4-ті қысқартатын болсақ, 3-тен 2 қосылған 1. Сонда А варианты болады екен. Так, мына жерде саны 5-ке және саны 3-ке қалдықсыз бөлінетін 4 таңбасының мәнінің ең үлкен мәнін, А-ның да, Б-ның да ең үлкен мәнін табыңыз дейді. Енді мына жерге 5-ке бөлінетін заңдылық қандай еді? 0 немесе 5-пен аяқталу керек. Бізге ең үлкенін сұрап тұрғандықтан мына жерге 5-ті қоямыз. Енді 3-ке бөлінетін дейді. 3-ке бөліну заңдылығы сандардың цифрларының қосындысы 3-ке бөліну керек. Мына жерде 6 болып тұр. 6-ға мысалы үлкен сандарды қойып көретін болсақ, 6-ға 9-ды қоссақ, 15 болып кетеді. 15 3-ке бөлінеді екен, дұрыс. Сонда мына жерге Б-ға ең үлкен сан 9, А-ның орнына ең үлкен сан 5. Бізге екеуінің қосындысын сұрап тұр. 9-ға 5-ті қоссақ 14. Енді 10-ші есеп. Мына жерде фигуралардан наларын қиып тастағанның өзінде, қиып алып тастағанда, бұрынғы периметрі фигураның қиып тастаса да дәл сол фигура периметр өзгермейді дейді. Қай неде вариантта дейді. Енді мысалы бізде мына жерде С вариантын аламыз. Себебі егер мына жердің ұзындығын табу үшін не істейміз? Ол дәл мына ұзындықпен тең, міне мынаумен мынау тең. Ал мына ұзындықпен мына ұзындық тең. Сонда мына жерді қиып тастаса да периметр бұрынғыша дәл сондай болып қалады. Келесі 11-ші есеп. Мына жердегі амалдарды орындауымыз керек. 1-ден 4-тен 1-ді азайтатын болсақ, 1-дің орнына 4-тен 4 деп алуға болады. Сондықтан бұл 4-тен 3 болады. Мына жерде екінші жақса 5-тен 4 болады. 6-тан 5 көбейту 20-дан. Мына 20-дан 1-ді алсақ, 20-дан 19-ға деп 1-ді азайды. Сонда біз мән беретін болсақ, қысқарып кетеді. Ішіндегі сандардың бәрі бір-бірімен қысқарып кетеді. Міне 20-дан 3 деген вариант қалады. 20-дан 3. Мына жерде 3-тің А дәрежесі 27 дейді. Сонда А бізде нешеге тең? 3-ке тең. 5-тің Б дәрежесі 25-ге тең дейді. Сонда Б бізде 2-ге тең. А-ның орнына 3-ті қоямыз. 3 қосылған. Бұның орнына 2-ні қойсақ 4. 3-ке 4-ті қоссақ 7 болады екен. Келесі сұрағымыз бізде АДС бұрышының градустық мәнін табыңыз дейді. АДС. Мына жерді табуымыз керек екен бірінші. Енді мына не белгілі? 90 градустың белгілі. Енді мына жер бізде жазыңқы бұрыш деген 180 градус болады. 180-нен 150-ді алатын болсақ, мына жер 30 градус. Енді 90 градустың мына беті 30 градус болса, мына жағы сонда 60 градусқа тең болады. Сонда А варианты. Енді СДБ бұрышын табыңыз дейді. СДБ, мына бетті тап дейді. Мына жерде де дәл жаңағындай 180 градус. Мына АДБ, мына жазыңқы бұрыш 180 градус. Мына беті 60 болса, 180-нен 60-ды азайтсақ, 120 градус болады. Сонда мына жағы. В вариант. Мына жерде бізде жиындар. Бізде А жиыны бар екен. Тең 8-ге және Б жиыны бар екен. Ол белгісіз, Бірақ мынау белгі не? Бізде қиылысқан мына жерге жазамыз. Енді егер А мен Б-ның бірігуі деген мына жердегі сандардың қосындысы ең аз неше элемент бола алады дейді. Енді қарайық. Мынаның бірігуі жалпы барлығы неше элемент бола алады. Мына шеңбердің өзі 8 болып тұр. 4-еуі мына жақта болса, 4-еуі мына жерде болады. Мына жерге біз мына Б-ның өзіне 4-ті қоя аламыз.
Яғни тек қана б-мен немесе тек қана бимен айналысатындар ешкім жоқ, бірақ биді де билеп, мысалы әнді де айтатындар төртеу бар деуге болады. Сонда жалпы мыналардың саны 8 деп алуға болады. Сонда вариант Е варианты. 16-шы есепте бізде мына жақта жол қалай жүру керек, жол көрсетіліп тұр екен. 5 бірлік 10-ға дейді. Мына нүктеден ұстап алайық. Бізге Е нүктесінің қай нүктеге сәйкес келетінін сұрап тұр ғой, сондықтан Е нүктесінен 1, 2, 3, 4, 5. 5 бірлік 10-ға жүрдік. 4 бірлік төменге дейді. 1, 2, 3, 4, 4. Сонда С-ға сәйкес келеді екен. Ол А варианты. Төмендегі шаршының ішіне 1,4 бөліш кіші шаршы орналасқан. Кіші шаршының бірінің периметрі 20 см. Мына кішкентай біреуінің периметрі 20. Сонда 20-ны 4-ке бөлсек, бір қабырғасы 5 см екен. Онда үлкен шаршының периметрін табыңыз. Мына үлкен шаршының периметрін табық дейді. Мынандайдан 5-еуден неше екен? 1, 2, 3, 4. Сонда мына жердің ұзындығы бізде 20-ға тең болып тұр. 20-ны 20-ға несеміз периметрін табу үшін 20-ны 4-ке көбейтеміз, сонда 80 болады. 18-ші есеп, мына жерде тағы да жиындар берілген. Бірінші математикалық амалда бірінші жақшаншы орындалады. Жақша дегеніміз Б жиыны мен С жиынының бірігуі. Яғни бірігу деген барлық элементтерін бірге аламыз деген сөз. Қайталамаймыз, бірақ бірге аламыз. Яғни мұны Б 3 бұрыш, мұны С ішіндегі бүкіл сандарды аламыз. Енді осылармен бірге енді А-ны қиылыстыру керек. Сонда А-мен бірге қиылысып тұрған осы элементтер нешеу? Мұны 5, 4, 7, 3 деген. Сонда А варианты ғана болады. Келесі 19-ші есеп. Бізде мақсат 4 күнде оқыған кітап дейді. Егер мақсат 5 күнде оқыған беттерінің арифметикалық ортасы берілген екен. Арифметикалық ортасы 36 бетке тең. Арифметикалық орта дегеніміз не? Мына 5 күнде оқыған кітаптардың беттерін қосып 5-ке бөлеміз. Сонда бірінші күні 10, екінші күні 40, үшінші күні 20, төртінші күні 30, бесінші күні белгісіз X. Сонда 5-ке бөліміз керек, 5 күн бар ғой. Арифметикалық ортасы нешеге тең дейді? 36-ға тең дейді. Мына жерде қосайық 50, мына жерде 50, 100 қосылған X тең. 5 жердегі 6, 30, 3 ойда 15, 18, 180. X тең сонда нешеге тең екен? 80-ге тең екен. Жұма күні 80-де. Енді мына жерде 20-ші есеп. Сұлтан үйден мектепке дейін барлығы 200 қадам жасаса, үй мен мектептің арасы неше метр дейді. Мектепке дейін 200 қадам жасаған. Менің бір қадамым 55 сантиметр дейді. Бізге сұрақ немен беріліп тұр? Метрмен беріліп тұр, Метрмен сұрап тұр, мына жерде 55 сантиметр деп тұр. Енді 55-ті көбейтейік. 200-ге, арасы 200 дейді. 0,1 ойда 10, 11 мынанша сантиметр. 1 метрде 100 сантиметр бар еді. Алпыстасақ, сонда 110 метр екен. Мен есептерді жан-жақтан құрастырғандықтан 20 алғашқы 20 есебі болды. Енді келесі 21-ден бастап басқа кітаптан алған едім. Соны талқылайық. Мына жерде бізде мынандай фигура берілген. Мына негізгі фигура осыны сағат тіліне қарсы 270 градусқа айналдыр дейді. Сағат тілі бізде қалай жүреді? Бұлай жүреді ғой. Ал біз наоборот керісінше бұлай айналдыруымыз керек. Керісінше бағытта. Яғни бұлай тұрған нәрсені 270 градус дегеніміз не? 180 қосылған 90. 180 дегеніміз не? Бұлай тұрған болса, оны бұлай айналдырып сүруіміз керек, міне. 180 градусқа мына фигураны айналдырдым. Сосын не істеуім керек, оны тағы да 90 градусқа айналдыруым керек. 90 градус бұлай қиғашынан сағат 3 деген сияқты болу керек. Міне. Дұрыс айналдырып жатырмын ғой, сағат тіліне қарсы.
сағат былай жүреді, сағат тіліне қарсы. Сонда енді біз мынандай фигураны көз алдымызға елестетуіміз керек. Бұндай фигура бізде мынау с варианты болып тұр ғой. Сондай фигура сонда с варианты болады екен. Сағат тіліне қарсы. Мені қайтадан жасап көрейік. Сағат тілі бойынша қарама қарсы. Осылай айналдырдық. Одан кейін бұлай. Дұрыс. Осылай болу керек екен. С варианты болу керек екен. Оқушылар, с варианты дұрыс болу керек. Енді келесіде суреттегі аудан 100 сантиметр дейді. Мынаның ауданы 100 сантиметр АБС-ді. Сонда қабырғасы 10 сантиметрден, ішіне 2 жарты шеңбер сызылған. Олай болса боялған бөліктің ұзындығын табыңыз дейді. Бізде ұзындығын. Енді бірінші бізге мына бөліктің ұзындығын табу үшін мына бір нелер білуіміз керек қой, мына бір жерлерде. Мына жер 10 екені белгілі. Шеңбердің ұзындығының формуласы S тең 2 пи r. Сонда 2 көбейтілген пи мені 3 деп алайық. Радиус сонда қанша? Егер мына жер 10 болса, мына жер 10 болса, радиус оның несі? Жартысы. Сонда 5-ке тең. Сонда ұзындығымыз біздің 6-ны 5-ке көбейтсек 30 сантиметрге тең екен. Міне толық бір шеңбердің, мына екеуін қоссақ толық шеңбер болады. Мына 30 ғана 10-ды, тағда 10-ды қоссақ 50 болады екен. 50 сантиметр. Теңдеулер жүйесін шешіңіз. Мына жерде бізде бір теңдеулер жүйесі беріліп тұр. Егер тек қана теңдеу жүйесін шешімін ғана табыңыз, олардың шешімдерінің қосындысын деген нәрсе болмайтын болса, тек қана варианттарды қойып қана табуға болады. Мысалы, жаңа дұрыс вариантты қойып көрейік. 1-ді қойып көрейік. Мына жерге 1-ді қоятын болсақ, 3-тен 1. Азайту. Y дегеніміз -3, -3, -2, -5 болады. Мынаумен бірге +5 болып кетеді. Сонда 5-ті 5-ке бөлсек 1,3-тен 1. Шықты ма? Шықты. Міндет түрде екінші теңдеуде тексеріп көруіміз керек. Мына Y-іміз -3. Бірінші тұрған X-тің мәндері, екінші тұрған Y-тің мәндері болады. Қосылған 6-тан 5 дейді. Ортақ бөлімі 6. -9 +5 -4. -6-тан 4 шықты. Мына жерді тексеріп көрейік, неше шығады? 3. X-іміз бізде 1, Y-іміз -3. 1, -3, -2. Егер мынаны қысқартатын болсақ, 3-тен 2-ге тең болады. Сонда с варианты болады екен. Амалдарды орындаңыз. Мына жерде орындайық, соңында нешеге тең екен шайық. 1,2 2 азайту 2-ден 1 десек болады. 2-ні. Сонда бізде қалады 1,2-ден 1-ге. Бұл дегеніміз 2-ден 3-ке тең. Енді 1-ді бөліп жіберсек, бізде айналып түседі. Сонда 2 азайтылған 3-тен 2 болып тұр. Бұны да 1,3-тен 3 азайту 3-тен 2 деп жазаламыз. Сонда 1,3-тен 1 шығады. Бұны бұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ, 3-тен 4. Жерге келдік, 3-тен 4. Енді 1-ді бөліп жібереміз. Сонда 0,10-4 азайту 4-тен 3. 10-нан 4 дегенді бұлай жазайық. Оны қысқартып жүрсек, 5-тен 2 азайту 4-тен 3. Ортақ бөлімі 20. 4-тен 5-тен. 8-ден 15-ді азайтсақ, -7. -20-дан 7 болды. Одан кейін бір-біріне бағытталған 2 тегершік бар екен. Бір-біріне бағытталған үлкеннің радиусы 5 см, екіншісінікі 3 см екен. Енді бірінші мынау дөңгелек бізде 30 рет айналады екен. 30 рет айналады. Екіншісі неше рет айналады дейді.
Біз тағы да шеңбердің ұзындығының формуласын пайдаланамыз. 2 пи арды. Бұл жерде пиді пи деп ала берейік. 2 көбейтілген пи, радиусымыз 5. Неше рет айналады деді? 30 рет айналады деді. Яғни 30-ға көбейтеміз. Өйткені мына дөңгелекті жазсақ, мынандай ұзындық болады, оны 30-ға көбейтсек, осынша ұзындыққа дейін барды деген сөз. Мына жақта да дәл солай. 2 көбейтілген пи, радиусымыз 3 көбейтілген x. Неше рет айналады деп бізден сұрап тұр, сондықтан x дедік. Мына жерде пи мен пиді қысқартып жіберейік. X мен қосып қысқартып жіберейік. Сонда бізде 3x тең 150 болды, көбейткенде. X тең 150-ді 3-ке бөлсек 50. Сонда кішкентай дөңгелек 50 рет айналады екен. Салыстыруда А мен Б-ның ең үлкен мәнін табыңыз дейді. Енді қарайық. Салыстырған кезде егер алымдары бірдей болса, бөлімдерінің ең кішкентайы ең үлкенге тең, сонда бізге А мен Б-ның ең үлкен мәнін тап дейді. Оны 13-тен одан кейін 12, мынаны 11 деп қоюға болады ғой. Сонда екеуінің қосындысы неше? 23. 23-ке тең. Келесі сұрағымыз бізде мынандай. Мына параллельге қатысты берілген есептер. Бізде ABC 2x минус 10 деген, мына жер x плюс 10 деген. Бізден сұрап тұр DCE-ні, мына жерді. Енді қарайық. Егерде мына екі түзуіміз біздің параллель болса, былай түзу жүргізілген болса, сонда x плюс 5 пен мына G бұрышы мен C бұрышы екеуі тең деген сөз. Значит, мына жер біздің x плюс 5-ке тең. Енді біздің параллельдерімізге былай қарайық. Енді параллельдеріміз былай жүргізілген. Оны кескен андай кесінді бар, түзу бар немесе. Сонда екеуінің де тұрған тұрыстарын қараңыздар. Бірдей. Бұлар бізде сәйкес бұрыштар. Мынау да сәйкес бұрыштар, мынау да сәйкес бұрыштар. Сонда B бұрышы мен C бұрышы тең. Сонда x плюс 5 тең 2x минус 10-ға. Осы теңдеуді орындаймыз. X-ті теңдіктің на бетіне өткізейік, азайту қылып, 2x-тен азайтамыз. X қалады минус 10, теңдіктің на бетіне плюс 10 болып барады, 5 пен қосылады 15. Сонда x тең 15. Бізге осыны сұрап тұр ма, не сұрап тұр? Мына бұрыш нешеге тең деп тұр. Бұл бұрышымыз біздің жаңа нешеге тең дедік? X плюс 5-ке тең дедік. Сонда 15-ке тағы да 5-ті қосамыз. Сонда 20 градусқа тең насы бұрышы. Егер x-ті мұнайға қойсақ та 20 шығу керек. Мұны қойып көрейік. 30, 30-дан 10-ды азайтатын болсақ 20. Енді мұна жерде А әрпіне сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Мына аралықтар нешеге бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5-ке бөлінген. Сонда минус 1 бүтін 5-тен 1. Бұлай жүреміз, 0-ден солға қарай жүреміз. Сонда А варианты болады. Келесі төменде қарағанда белгілер нешеуі дұрыс дейді. Енді салыстырып көрейік. АБ дегеніміз аралық нешеу? 2-ге тең. Қосылған СД бізге 1, 2, 3 мұны 3-ке тең. Екеуін қосқанда 5 шығу керек не жерден. EF-ке тең дейді. EF-міз біздің мұны 1, 2, 3-ке тең. Екеуі тең емес. Одан кейін EF 3 сантиметрге тең дейді. Дұрыс. СД мұны EF-ке тең дейді. Ол да дұрыс. Екеуі де 3 сантиметр. Енді АБ бізде 2 еді. Қосылған GH. Ол да 2. 2-ге 2-ні қоссақ 4 шығу керек. Мұнайға 0 де қойған. Сонда екеуі ғана дұрыс болады. Енді мұна төменде таразылардың теңді қайсысы тең екенін табу керек. Мұна жер 3 бұрышымыз 3 граммға тең дейді. 4 бұрышымыз 4 граммға, мұна жер сонда 7 грамм болды. Ал мұна дөңгелектер бізде 2 граммнан 3 болса 6. Екеуі тең емес. Мұна жерде 6-ау, 3 граммнан бізде 4 дөңгелегіміз 2. Сонда бұл жерде де 6 болды. 6-ға 6 тең. В болады сонда. 31-ші есеп. Қалып болған жоқ, бұл 30 еді ғой. Енді 31-ші есеп.
қатысты берілген өрнектердің нешеуі дұрыс дейді. Мына жерде мынау бізде мына белгі ішіне енеді деген, сол жиынның ішіне кіреді элементі дегенді білдіреді. Сонда мына С жиыны Б жиынның ішіне кіре ме? Б жиынның ішіне кіріп тұр, иә. Одан кейін Б жиыны мына С жиыны, А жиынның ішіне кіріп тұр ма? Міне кіріп тұр. Сонда мына біріншісі дұрыс деген сөз. Ал А жиыны Б жиынның элементі бола ала ма? Бола алмайды, өйткені ол сыртқы не, мынау қате. Б жиын мен С жиынның қиылысуы, екеуінің қиылысып тұрған жері Б-ға тең дейді. Бұл да бізде қате, өйткені қиылысып тұрған кезде Б жоқ, С бар. Ал С жиыны мен А жиынның, міне А жиыны үлкен, С жиыны міне екеуінің қиылысып тұрғанда С бар. Дұрыс. Сонда екі вариант қана дұрыс. Мына жерде бізде нүктелері берілген, координатасы емес. Мына жерде варианттар бар, қайсының координатасы емес. Мысалы, мына В нүктесінің координатасын қарайықшы. В нүктесінің координатасы x-і -3. Жерге жазайық. -3, y-і 0. -3, 0 деген бар ма? Ой, -3, 0. Бұл жерде жоқ қой бізде. Так. Екінші, мына нүктені көрейік, басқа нүктелерді сұрап тұрған шығар. Мына нүктен бізде -2 мен -2, иә? -2-де -2. -2 мен -2 тұр. Одан кейін мына нүкте бізде x-ін қараймыз бірінші. 2-де -4. 2-де -4 міне тұр. Одан кейін мына нүктені қарайық. 3-де 2. 3-де 2 бар. Бірінші бізде не жазылу керек? Мына екеуінің орнын алмастырып алған сияқты. X-тің мәні жазылу керек, қой бірінші -3 жазылу керек. Одан кейін Y-тің мәні жазылу керек 0 деп, е? Сонда вариант мына жерде жоқ болып тұрған X-і 2, Y-і 3 болатын ондай нүкте жоқ. Мына нүктелердің ішінде. Сонда Е вариантын аламыз. Так, 33-ші есепте жету үшін неше метр жол жүрді дейді. Мыналарды қосып шығамыз. 19, 16, 13, 14, 10, 12, 8, 6, 4, 3, 1 деп. Сонда 106 метр. 34-ші есеп 2001-2002 Қазақстанда өрт сөндіру графикке қарап 3 жылда болған өрт санын табыңыз дейді. Жалпы өрт саны қанша болды? Не істейміз? Қосамыз. Мына жақта 1600, оған 800-ді қосамыз, оған 1200-ді қосамыз. Сол кезде 3600 жалпы өрт болды дейміз. Так. Соңғы сұрақтарға жақындап келе жатыр. Так, 35-ші есепте теңсіздікті қанағаттырған А-ның ең үлкен натурал мәнін табыңыз. Бірінші мына теңсіздікті шығару үшін 3А 10 мен 0,167-ні көбейтсек үтір жылжытамыз 6,7. Сонда А 6,7-ні 3-ке бөлсек 2, так, нешеден болды? Оннан 2 бола ма? Деп арғары кете береді, неше болса да. Енді біз айтып тұрға А-ның ең үлкен натурал мәнін. Мынау координатаға егер сызатын болсақ, мына жер 0, 1, 2, 2,2-міз не жердейік. Осыдан бізге не? А одан кішкентай мәндер, кіші мәндер. Осылардың енді ең үлкен натурал мәні қайсы? 2-ге тең. Натурал сан дегеніміз не? Күнделікті өмірде қолданатын сандар. 2 болады сонда жауабы. Енді мына жерде де көбеліктің алдымен X осіне симметриясын тап дейді. X оси дегеніміз мына жатыр. Мына көбелікті біз бұлай аударып түсіруіміз керек. Сол кезде егер мына жерде мысалы наклейка ма бір нәрсе деп ойлайтын болсақ, мына жер парақты мына жерінен бұлай қиып, бетті бұлай аударатын болсақ, мына көбелек бұлай керісінше түседі. Мына бас жағы мына жаққа қарай кетеді. Мына жаққа төменге қарай осылай түседі примерно. Енді одан кейін Y осіне, Y оси деген мынау, бұл көбелекті әкелемізде тағы да бұлай айналдырып түсіреміз. Сол кезде мына төменгі жағы мына жағы үлкен. Осындай примерно көбелек шығу керек.
төменге қарап тұр. Мына сонда С варианты болады екен. Келесі бізде мына үшбұрышымыз 1-ге тең болатын болса, осының 150 дәрежесі нешеге тең? Кез келген 1-дің қандай дәрежесі болса да, ол 1-дің өзіне тең болады. Жерде амалды орындаңыз дейді. Алттан -8 азайтатын болсақ, -2 бөлу. Жерде 5-тен 4 азайтсақ 1. -4-ті 2-ге бөлетін болсақ, -2. -2-ні -2-ге бөлсек, кәдімгі +1-ге тең. 39-шы есеп. Назым бөлмесін бояу үшін бір банка ақ бояудың 4-тен 1-ін алды. 4-тен 1-ін алды. Одан кейін жарты банка көк бояудың, яғни көктің бірінші жартысының, жарты банкасының 8-ден 1-ін алды. Сонда назым бояу бір банка неше бөлігін, жалпы бір банканың неше бөлігін алды. Наяқта 4-тен 1 қосамыз, екеуін көбейтетін болсақ, 16-тан 1. Ортақ бөлімі 4-тен 4-ге 1-ді қоссақ 5. Сонда жалпы бір банканың 16-тан 5 бөлігін алып қолданып тұр. Енді 40-шы есеп. 23 таңбалы сан бар дейді. Мына жерде мыналар 23 таңбалы, 23. Мына жерде 23 болу керек. Сонда егер біз мыналар 23 болу үшін, біз мына жерімізге сиям екен, бастайық ал. Неше өзі 6-аудан 23 болу үшін 6-аудан 3-еуін жасап алайық, 18 болсын, не? 35, 13, 51, 35, 13, 51. 18 болды. Енді 19, 20, 21, 22, 23. Мына 18, 6-дан 19, 20, 21, 22, 23. Мына 23 таңбалы сан осы 9-ға бөлгенде неше қалдық қалады? 9-ға бөлімнің заңдылығы қандай еді? Бірінші барлық цифрларын қосып 9-ға бөлінетін болса, бұл 9-ға бөлінеді. Енді мына қалдығын сұрап тұр ғой. Значит, енді мына санды біз қазір 9-ға бөліп, былай жатпаймыз ғой, 9-ға бөліп жатпаймыз. Сондықтан цифрларын қосып аламыз да, 9-ға бөліп жіберсек, сояқтан қалған қалдық осының қалдығы болады. Енді мына жерде 3-4 санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-дегі 3-ім 24. Так, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-дегі 5-ім 40. 1-лер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Сонда барлығын қосатын болсақ, бізде мына жерде 64 болып тұр. 64-ке 7-ні қосатын болсақ, 71. 71-ден 9-ға бөле саламыз. Так, 8-ден берсек асып кетеді. 7-ден береміз. 63. 11-ден енді 3-ті алсақ, 8 қалдық. 8 қалдық қалып тұр. Осымен біз бітірдік талдауымызды.